Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы журналист асылды іздеуші. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу, сөйлеу барысында стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. Жаңа сөздер: алаңдату, ауқымды, сыни, мақала, дәлел. Айтылым. Мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Таныс журналистерің бар ма? Журналистер тек сенсация іздей ме? Журналистің бойында қандай қабілет болуы керек? Жазылым тапсырмасы. Мына кестені толтырыңыз. Күнделікті қандай баспасөзді оқисың? Күніне қанша уақытыңды ақпарат құралдарын қарауға жұмсайсың? Не себепті дәл осы баспасөзді оқисың? Баспасөздегі қандай рубрикаларды қызыға қарайсың? Тыңдалым. Мұқият тыңдаңыз. 3-4 сабақтар. 3 тапсырма. Журналистика сөзі француз тіліндегі журнал сөзден шыққан. Бұл күнделік, журнал дегенді білдіреді. Ағылшын тілінде осыған ұқсас журналистик деген сөз бар. Журналист мамандығы екінші көне мамандық саналады. Бұл сөздің жаны бар. Себебі ежелгі Рим мен Грекияда журналистер шешендер, жаршылар мен хабаршылар болған. Олар патшаның жарлығын халыққа жеткізген. Ежелгі Мысырдағы перғауындар сарайында папирустан оралған газеттер шығарылған. Рим жерінде Юлий Цезарьдің айтқандары бірнеше дана болып жазылып, халыққа таратылған. Нағыз репортерлік қызметті француздар дамытқан. Олар алғашында қала көшелеріне жиналып, жаңалықтармен бөліскен. Кейін жаңалық таратумен арнайы айналысатын адамдар пайда болды. Алғашқы журналистерді бай париждіктер арнайы шақыртып, ақпарат сұрап отырған. Нағыз журналистика баспа үйлері ашылып, кітап шығару үрдісі дамығаннан кейін пайда болды. Алғашқы газеттерде саудагерлер, олардың тауарлары, сауда жолдары, тауар бағасы жазылған. Тыңдалым мәтіні бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Журналистика сөзі қайдан шыққан? Ежелгі Грекияда кімдерді журналист деп атаған? Ежелгі Египетте қандай газеттер шықты? Юлий Цезарьдің сөзі қалай таратылды? Париждіктер журналистиканы қалай дамытты? 3-4 Оқылым тапсырмасына назар аудар. 123 беттегі мәтінді оқимыз. Журналист, оның жүрмейтін жері, мінбейтін көлігі жоқ. Ұшақ, пойыз, арба, ат, тіпті жаяу да тартып отырады. Бойындағы бар қастерлі жүгі блокноты мен қаламы немесе қарындашы. Құмда да, суда да болады. Аузы кеуіп, бірнеше күн ас ішпейтін кездері де болады. Таңертең отбасының қасында отырса, кешке мыңдаған километр қашықтықта жүреді. Нағыз журналист адамдардың бойындағы асылды іздеуші, өмір тарихын зерттеуші, бүгінгі ұлы заманның шежіресін жазушы. Өмір жаңалығын алғаш қағаз бетіне түсіреді. Өмірге деген асыл адамдарға, ол адамдардың жасампаз ісіне деген ғашықтық оны алыс сапарға сүйрейді. Ол халықты алаңдатқан ауқымды мәселелерді мақала етіп жазады. Түн ұйқысын 4 бөліп, көз майын тауысып көп отырады. Оны ешбір ауыр сапар, қиын жол қорқытпайды. Қайта керісінше қызықтырады. Көп жүріп, көп көрген сайын өмірдің алуан қырын анығырақ көреді. Өмірдің өзінен оқиды. Бұл оның білімін, дүние танымын кеңейтеді. Егер еңбекпен жинаған дәлелден, фактіден үлкен әңгіме немесе сыни мақала туса, жақсы істің басы болса,
көрген азабы әп-сәтте ұмыт болады. Журналист еңбегінің қызығы да, қиыны да осында. Осы қызықты көре алмаған журналист емес. Журналист мамандығының ардақтылығы да көп дүниенің ішінде әлі көрінбей тұрған асылды ашып ала білуінде. Соның дәнін, нәрін оқушы қауымға бере білуінде. Сөйтіп жаңа бір рухани ізгіліктің көзін ашуда. Міне сонда ол нағыз өмір барлаушысы, білгір дәуір тамыршысы, сыншыл журналист. Тапсырма орындаңыз. 7-ші тапсырма. 124-ші бет. Мәтінді пайдаланып, нағыз журналист болудың ережесін жазыңыз. Үлгіде 1-ші ережесі асыл іздеуші. Ары қарай толықтырыңыз. 8-ші тапсырма. 124-ші бет. Журналисті алыс сапарға сүйрейтін қандай күш? Кластерге таратып жазыңыз.